Конкурс болады, уәде етілген конкурс. Samsung Galaxy A51 телефонына обзорлар. Одан кейін келесі нәрсе бізде бұл әрине процессор. Одан кейін келесі нәрсе бізде әрине камерасы. Келесі нәрсе бізде барынша қазақша контенттің, қазақша обзор каналдарының дамуына үлес қосайық. Бәлтарза қайырлы күн, есімім Сапар. Достар, бүгін бізде Сапарал арнасында ерекше обзор болады. Не үшін? Себебі бізде 3000 подписчиктің орай конкурс болады, уәде етілген конкурс болады. Және екінші, көпшіліктің адам сұранысымен TikTok'та, Instagram'да, YouTube'да видеолардың астында көпшілік адам сұрап, Samsung Galaxy A51 телефонына обзор түсірші деген екен. Сол телефонға бүгін обзорларды көретін боласыздар. Достар, әрі қарай жалғастырмастан бізге әрине не? Лайк басып кетіңіздер. Лайк деген нәрсе бізге мотивация береді, сондықтан да барынша лайктарыңызды аямаңыздар. Дұрыс па? Кеттік. Сонымен біз ең бірінші конкурсқа тоқталайық. Конкурстың шарттарымен сіздермен таныс болыңыздар. Біздің конкурстың шарты мынандай. Жай ғана әшейін комментарий жазасыздар. Әшейін комментарий жазып, сіздер 500 теңге ұтып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Әрқайсыларыңыз әрине қанша көп жазсаңыздар, сонша көп сіздерде ұтып алу мүмкіншілігі бар. Бұл жерде рандом түрде болмайды. Бұл жерде шарты мынандай, комментарийге қойылатын талап мынандай болады. Қызықты әрі күлкілі болатын болса, және тақырыпқа сай болатын болса, онда сол адамдар жеңімпаз болады. Бүгінгі бірінші видеомызда 10 жеңімпаз болады. 10 жеңімпаз 500 теңгеден ұтып алуға мүмкіндіктері бар. Қандай тақырыпта комментарий жазу керек? Қандай телефоның болғанын қалайсың? Әлі бұл өмірде әлі шықпаған болса да, әлі бұл өмірде дүниеге келмеген телефон болса да, комментарийға жазып, сонда бір қызықты тақырыпта, қызықты неде осылай комментарий жазыңыздар. Сіздердің де сонда 500 теңге ұтып алу мүмкіншіліктеріңіз бар. Ертеңгі күнге шығатын видео ертеңде ұтып аласыздар, одан кейінгі күнде одан кейін ұтып аласыздар. Яғни күн өткен сайын ертең 1000 теңгеден ойнатамыз, ары күні 2000 теңгеден ойнататын боламыз. Сондықтан достар, барынша активный болып, осы каналымызды бәріміз бірге 10.000 подписчикке жеткізсек деген ойдамыз. Соның арқасында біз ертең осылай обзор түсірместен кәдімгі қолымызға телефон ұстап обзор түсіре алатын дәреже жететін болып. Сонымен сіздер бар болсаңыздар, мен бар, сіздер жоқ болсаңыздар, мен жоқ. Сондықтан да барынша бірге команда болып осы каналды қазақша каналдың қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Давайте барынша комментарий жазып, қызықты активностар көтерейік. 22:00-де мен Instagram парақшамда жеңімпаз анықтайтын боламыз. Енді обзорымыз мынандай. Samsung Galaxy A51 телефон. Не үшін барлық бұл телефонды жақсы көрді? Не үшін барлық адамдар осы телефон қызықты бәрі сатып алғысы келді? Бәріміз сұрақ. Қарапайым ғана сіздерге айтайын. Бірінші кезекте бұл телефонды алғашқы сатып алған адамдардың өзі мына телефонды ұстаған кезде вообще ауыздары ашылды. Біріншіден. Екіншіден бұның бағасы өте тиімді. Үшіншіден сол бағасына беріп тұрған характеристикаларын бәрі өте керемет болды. Себебі қазіргі таңда өздеріңіз кризис, карантин болғаннан кейін көпшілік адам уақытта ақша жоқ, сондықтан да арзан телефондар сұраныс көбейді және өсті. Сондықтан да бұл телефон осынша танымал болып кеткен себебі де осы. Одан кейін келесі нәрсе, көпшілік блогерлер, енді әсер еткен тағы бір нәрсе, көпшілік блогерлер сол телефонды ұстаған кезде кәдімгідей риза болды. Сондықтан да бұл телефонды отзыв та жақсы, кәсіби обзор түсіретін блогерлерде бұл телефон жайында жақсы пікірде болғандықтан бұл телефонды көпшілік енді айтқанда хит болды, тренд болды. Бірақ әрине хит болды, тренд болды, әр нәрсе, ешқандай нәрсе идеалды болмайды деген сияқты. Бұл телефонда өзінің минустары бар. Оны қазір алдағы уақытта айтатын боламыз. Сонымен достар, Samsung Galaxy A51 телефонына обзорларға кеттік. Енді детальный характеристикасына көшейік. Бұл телефонның жалпы екі версиясы бар. Біреуі 64 гигабайттық, екіншісі 128 гигабайттық, азуы 6 гигабайттық. Қайсысын аламын? Мен сіздерге сразу айтайын, 128 гигабайттық, азуы 6 гигабайт телефонды алғандарыңыз дұрыс. Әрине көптің аты көп қой деген сияқты айтатын жарсыздар, бірақ себебі 64 гигабайттық, азуы 4 гигабайттық осы телефон A51 телефонның бағасы 113 мың теңге. Ал азуы 6 гигабайттық, память 128 гигабайт телефонның бағасы 119 мың теңге. Яғни арасында бар жоғы 6 мың теңге разница бар. Енді сол 6 мың теңгеге былай қарағанда жыламастан сразу 128 гигабайттың ала салғандарыңыз дұрыс болады. Зато ертең азуы көп болған сайын ойынды жақсы көтереді, телефон қатпай ұстайды деген сияқты, сондай өзінің артықшылықтары бар. Одан кейін бағана жадысы, артық жадың бар деген секілді
көп ақпараттар, көп материалдар сақтай аласың былай қарағанда. Сондықтан да сразу айтайын, 128 ГБ, азуы 6 ГБ 119 теңгеге Samsung A51 телефонын ала салғандарыңыз дұрыс болады. Келесі нәрсе, бізде сразу минустарын айтып кетейік. Қандай минустар? Бұл телефонның қалай арзан бағаға жетті? Бұл телефонның жалпы корпустары, материалдардың бәрі пластик болғаннан кейін, металл емес пластик болғаннан кейін, сондықтан да арзан бағаға жетті. Бірақ әрине дизайн әдем көрінеді, богатый көрінеді, бірақ оның материалдары бәрі пластик. Содан кейін ол да бір минусқа жатады деп ойлаймын. Одан кейін бұл жерде отпечатка пальцтары мен бағана экранды бейне арқылы ашу функциялары сәл басқа нелерге қарағанда сәл жай істейді. Әрине бағасына лайық бір жағынан. Одан кейін келесі минусы, бұда процессор Exynos. Не үшін Exynos не үшін жақтырмайды дейтін шығарсыздар. Себебі Exynos'ты Snapdragonға қараған кезде тұрақты түрде істеу, яғни жақсы істеу жағынан сәл минустар бар. Бірақ әрине қазіргі соңғы обновлениесіне қараған кезде кәдімгідей Exynos өзін жақсы көрсетіп жатыр, яғни қатпайды, стабильны, тұрақты түрде жақсы істеп тұр былай қараған кезде. Бірақ Snapdragon қарағанда Exynos сәл төмендеу процессор болып саналады. Сондықтан да бұл да бір минусына жатады деп ойлаймын. Келесі нәрсе, бізде бұл телефонның характеристикасында операционный системасы Android 9, 2 SIM карталы, экраны Super AMOLED, одан кейін диагоналы 6:5. Одан кейін келесі нәрсе бізде бұл әрине процессор. Процессор деген біз ойынға жауап береді және телефонның тестеуіне жауап беретін нәрсе. Бұл процессор буде 8 ядролы Exynos деп аталады. Одан келесі нәрсе бізде әрине камерасы. Қазіргі таңда камера болмаса ештеңе қызық емес. Instagram, TikTok, YouTube деген сияқты әлеуметтік желілерге видео, фотолар түсіру керек. Бұл телефонның камерасы 4 камералы телефон. Камералары 48 мегапиксель, 12 мегапиксель, 5 мегапиксель, одан кейін 5 мегапиксельден фронталкасы 32 мегапиксель бұл телефонда. Былай қараған кезде камерасы өте жақсы. Бұна фотоларынан қарап көрсеңіздер болады былай қараған кезде. Одан кейін келесі нәрсе бізде бұл әрине батарейкасы. Бұл батарейкасы 4000 мАч. Былай қараған кезде азаннан кешке дейін бұл телефонның жалпы айтқанда батарейкасы жетеді деген сөз ғой былай қараған кезде. Енді сонымен ең басты деген нәрселердің бәріне көрдіңіздер, көз жеткіздіңіздер. Былай қарағанда бұл телефонмен қазіргі таңда танымал отқан ойындарды ойнауға болады. Былай қараған кезде жақсы ойнайды. Енді қай игровой телефонда сияқты ойнамасаң да, бірақ былай қарағанда нормально ойнай бересің бұл телефондармен. Так, одан кейін енді кәсіби түрде ойнамайсың ғой бәрібір айтқан кезде. Одан кейін келесі нәрсе, былай қараған кезде мына Samsung телефонына, былай қарағанда Samsung бренді енді iPhone-нан кейінгі екінші тұрған телефондардың бірі ғой, енді бренд жағынан, танымалдық жағынан. Бұл телефонға енді бұл телефон шыққан кезде енді көпшілік адамның сүйіспеншілігін алды, көпшілік адамның алғысын алды десек те болады. Себебі бәрі қуанды бұл сондай Samsung-тың арзан телефоны шыққан кезде. Бұл енді бұл телефон жалпы Қытайдың шыққан телефондармен жалпы конкуренция, бәсекелестік болу үшін шығарып жатқан жай ғой енді былай Samsung. Былай қарағанда 119 теңгеге осындай характеристикада көпшілік адамның көңілінен шыққан, дизайн да әдемі, процессор да жақсы, әлі сыр бере қойған жоқ. Одан кейінгі бағанағы камерасы жағынан да, жұмыс істеу жағынан да көпшілік адамды таңғалдырып, ырза қылған телефон ғой енді былай қарағанда. Былай қарағанда енді Samsung-қа не дейміз? Респект. Рахмет барлықтарыңызға. Енді сонымен достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Samsung Galaxy A51 телефоны обзорымыз осымен аяқталды. Достар, не істейміз? Бағана конкурсқа барынша, мейлінше атсалсамыз, каналға тіркелуге болу керек, одан кейін лайк басуларыңыз керек, одан кейін осы видеоны кемінде өздеріңіздің 5 достарыңызға тарату керексіздер достар. Барынша қазақша контенттің, қазақша обзор каналдарының дамуына үлес қосайық. Сіздер атсалсаңыздар біз өсеміз. Сіздер атсалыспасаңыздар біз осы күйінде қалып кетеміз. Үшін орыстар бізден өсіп кетеді деген сияқты ғой. Сонымен аяқталды. Рахмет сіздерге сенемін. Бірге осы марафон аяқталғанға дейін 10 000 подписчик жетсек сонда бәріміз вместе мы сила дейді ғой үшін. 10 жеткіземіз себебі 10 мың адам әрқайсымыз 5 досқа тарататын болса, олар қайтадан 5 досқа тарататын болса 10 мыңға жетеді деген ойдамын. Мақсат 10 000 подписчик. Келістік қой, давайте бірге 10 мыңға жетейік. Рахмет.